Ассалаумағалейкум. Маған бір адам хабарласты. Ер адам, әйел адам деп айтпай-ақ қояйын. Бірақ кредиті көп, қарызға кіріп кеткен, ағайындар қалғызған, жан-жағын алғызған. Бұл өмірден кеткісі келеді. Кеткім келеді, мен біттім, шаршадым, бәрі қысымда деп хабарласып тұр. Енді оған өзімнің көңілімдегі барлығын айтып, бәрін түсіндірдім. Бұл бәрі кетеді, өтеді. Біздің алдымызда талай керемет күндер тұр. Сенің балаң өсіп жатыр. Сенің әке-шешең бар, ағайын туған туысқаның бар, жақындарың бар. Ертең олар әрбір тойды сенсіз өткізеді деп жатырмын. Ал кредитке келетін болсақ, қарызға келетін болсақ, ол түбінде жабылады. Я қысым болуы мүмкін, я ұят болуы мүмкін, я саған жаңа коллекторлар, я туған туысқандарыңа хабарлап, сен абыройың төгіп айрандай қылуы мүмкін. Бірақ бұның бәрі өткінші, қазір қысып тұрған нәрсе. Сонымен ағайындар, осы видеоның астында өздеріңіз пікірлеріңізді қалдырыңыздаршы. Қолдау жасайық. Қазір жандары қысылып, қиналып, осылай өмірден озғысы келіп, кеткісі келіп, проблема осылай шешіледі деп ойлап жүрген адамдар өте көп. Бірақ мұнымен проблема шешілмейді. Шиеленісе түседі, ауырлай түседі. Ертең сені балаларың, ағайын туған туысқандарың түсінбейді. Бұл дінімізге де жат нәрсе, теріс қылық. Сен шығасың бұдан, уайымдама. Сен жалғыз емессің. Сен дәл қазіргі жағдайыңды қарада, өзіңе 5 жылдан кейінгі өзіңе қараш. 5 жылдан кейінгі сен қазір өзіңнің өміріңді қолыңа ал. Сенің қазіргі жағдайың өзгермейінше, сенің ертеңіңде, болашағыңда өзгермейді. Сен өткен дәл осы күнге сенің өзіңнің қазіргі қателіктеріңмен келіп отырсың жасаған. Сенің қабылдаған шешімдерінің барлығының салдарын осы кезде тартып отырсың. Сен өзгермейінше, сен бұрынғы арманның проблемасын, бұрынғы арманның жағдайымен, бұрынғы арманның ойлау жүйесімен, көз қарасымен, дүние танымымен шеше алмайсың. Сен басқа арманға айналуың керексің. Сен таңертең ерте ояна алатын арманға айналуың керексің. Сен бұл әлемде жақсы нәрселердің көп екенін сезінетін арманға айналуың керексің. Сен проблемаларға шыға алмайтын тығырық емес, керісінше мүмкіндік беретін, сені алға итермелейтін, ұмтылдыратын, былайша айтқанда сені қайрайтын жігеріңді әрмен қарай ұмтылдыратын кедергілер ғана, уақытша ғана нәрселер екен деп қарайтын арманға айналуың керексің. Сен сөз емес, іс адамына айналуың керексің. Бұл арман, жатып алып бәрін қаралай беретін арман емес. Керісінше, мен осындай этапқа келдім, менде осындай қарызым бар, мен оның бәрін жеңемін, шешемін. Қазір Аллаға шүкір, қарыздан, кредиттен шығудың 2 жолы бар бізде: төлеп құтылу немесе банкроттық. Қай-қайсысы да ол сенің материалдық қаржылық жағдайыңа байланысты реттеледі. Сонымен сен осы жағдайыңды, қазіргі жағдайыңды қабылдаған армансың. Мұның бәрі сенің қате қабылдаған шешімдер екенін қабылдаған армансың. Сен Құдайдан кешірім сұрап, енді кредитке, енді қарызға жоламаймын деп жүректе байлам жасаған адамсың. Сен имандылықтың байлық екенін, имандылықтың сені тек қана бақытқа, жақсылыққа, мына игілікке бастайтын сенім екенін, сезім екенін сезінген адамсың. Бұл арман өзінің күнделікті өмірін жақсы нәрселерге назар аударумен, плюстерге назар аударумен, жақсы нәрселерге үміт артумен өткізетін арман. Соған айналуың керексің сен. Ал мына қарыздар бәрі өтеді де кетеді, уайымдама. Бұл Алла бізге сынақты, біз көтере алмайтын сынақты бермейді. Сондықтан сенің мүмкіндігіңе қарай беріп тұр. Сондықтан сен езілме, егілме, жеңілме. Жығылсаң да жатып қалма. Тұра аласың. Алла саған аяқ қол берді, ояу көкірек берді, сана берді. Енді осы қателіктердің барлығынан сабақ алып, әрмен қарай өзіңнің өміріңмен күрестегі, өзгелерге өнеге болатын өмір сүруге саған мүмкіндік беріп тұр. Ал сен келсең, сен болсаң, сен мұны тоқтатамын, қиямын, мен кетемін дейсің. Жоқ. Ағайын, арамызда бұл тек қана бір адам емес, мұндай адамдар өте көп. Маған жерді аралап жүрген кезде ондай адамдар көп келді. Рауан, сенің бір ауыз сөзің құтқарды. Я болмаса мынандай болды, мен өлейін деп жатыр едім, осылай болды деп. Небір ауыр сөздер айтады банктың қызметкерлері. Қалай жер басып жүрсің, қалай ұялмай жүрсің, қалай сен осы қарыздарды алып алып, қалай жер басып өмір сүріп жүрсің, неге өле қалмайсың одан да деген сөздерді естідім деген апалар бар, ағалар бар, жеңгелер бар, қарындастар бар.
Ал ағайын, бәрің айтатыным, егер қарызда тығырықта осылай тіреліп жүрсеңіздер, мына нәрселерді істейікші. Бірінші қадамдар, бірінші қадам, сен Алламен табыс, сен одан кешірім сұра. Екінші, қандай жағдай болса да, өзге түгіл өзіңе де, әке шешеңе де, туған бауырыңа да кредит алып көмектеспеймін де. Болды, кредит алмаймын де. Осы екі нәрсені басташы басында. Сосын үшіншіден ниет ет, мен бұл тығырықтан шығамын. Әуелі Алла, мен тығырықтан шығамын де. Төртіншіден, сен қазіргі өміріңе сыни көзқараспен қара, талдау жаса. Ерте оян, ізден, жүр, жүгір. Мен әркез айтатыным, сені тығырықтан алып шығатын нәрселер. Витаминдер алып іш. Витаминдер, магнийдер, түрлі витаминдер бар. Соларды алып іш. Сондай нәрселерді істеу керек. Сосын келесі қадам, ол бүкіл қарызыңды жаз. Бүкіл шығысыңды жаз. Сенің өзіңнің бюджетіңді білуің керексің, кіріс пен шығыстан тұратын. Қандай шығыстарды азайтуға болады, қандай кірістерді көбейтуге болады, сенің бойыңда қандай қабілет бар, ақшаға айналдыруға болады, соны ізде, соны тап, сонымен жұмыс істе. Сөйтіп осыдан шығасың. Ал өмірден озу, өлім сенің проблемаңды, сенің қарызыңды шешпейді. Бұл проблемаға сен ғана жауаптысың. Бұл проблеманы сен ғана шеше аласың Алланың қалауымен. Алла саған ғана осы мүмкіндікті береді. Сен сол мүмкіндікті жіберіп алма. Өзіңді өзің азғырма, жаман жолға түспе. Өліммен проблемаң шешілмейді.